Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, кереметтей ыстық салат, тайский салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен салатымызға қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Қажетті заттарымызды жақсылап жуып алып, еттерімді турап алдым. Еттерімізді ұзынша қылып, жіңішке қылып турап алдым. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Үйдегі адам сандарына қарай жасай бересіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар 2 тарелка салат шығады. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды көре алатын боласыздар. Осылай ұзынша қылып еттерін барлығын турап алдым. Турап алған еттерімізді шұңғырлау ыдысымызға саламыз. Етіміз тұздалмағандықтан етіміздің үстіне тұзымызды қостым. Және соевый соустан 2 ас қасық толтырып қосып, жақсылап етімізді араластырып, маринадтап жарты сағатқа қойып қойдым. Етіміз маринадталып тұрғанша салатымызға қажетті заттарымызды турап аламыз. Сары болгарскийімді алып, ортасынан бөліп, ортасынан дәндерін барлығын алып тастаймыз. Ортасынан дәндерін алып тастағасын, тағы да болгарскийімізді бөліп, ұзынша қылып турап алдым. Үлкенірек қылып турасаңыздар да болады. Осылай сары болгарскийлерімді ұзынша қылып, жіңішкелеу қылып турап дайындап алдық. Қызыл болгарскийімізді де осылай ортасынан бөліп, дәндерін алып тастап, тағы да ортасынан бөліп, ұзынша қылып, бұны да турап дайындап алдық болгарскийімізді. Көк түрінде пайдалансаңыздар болады. Мен осы 2 түрін пайдаландым. 2 түрлі болгарскийіміз турап алып, енді қиярымызды да ортасынан бөліп, сәл үлкенірек қылып турап дайындап алдым. Қызанағымызды да сәл үлкенірек қылып турап аламыз. Осылай қиярымды турап алдым. Енді қызанағымызды да үлкенірек қылып, қатты үлкенін емес, орташа қылып турап алдым. Осылай қызанақтарымызды да турап дайындап алдық. Енді сковородкамызды отқа қоямыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып, майымыз қызғасын, маринадтап алған етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Орташа отта мен қуырдым осылай. 5 минуттай қуырамыз. Араластыра отыра. Суы шығады етіміздің. Суы шыққасын, сковородкамыздың бетін жауып, 5 минуттай тағы да бұқтырып қойдым. 5 минуттан кейін чесногымызды майда етіп езіп, 300 зубчик чесногымызды тағы да бетін жауып, 15-20 минуттай бұқтырып қойдым. Етіміз жұмсақ болып піседі. 20 минуттан кейін турап алған сары болгарскийімізді және қызыл болгарскийімді қосып, жақсылап араластырып, 5 минуттай бетін жауып бұқтырамыз. Жай отта қойыңыздар. 5 минуттан кейін араластырып, қызанағымыз бен қиярымызды қостым. Қызанағымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы да 5 минуттай қойдым. 5 минуттан кейін тұзымызды және 1 ас қасық толтырып, соевый соусымызды қосып, жақсылап араластырамыз. 3 ас қасық соевый соус қостық осы салатқа сонда. Жақсылап араластырып, тағы 5 минуттай бұқтырып қойдым. 5 минуттан кейін аштық. Салатымыз дайын. Өте әдемі, дәмі де керемет болып шығады. Тарелкамызға салып, қонақтарымызға немесе отбасымызға ұсына береміз. Осымен кереметтей тайский салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош, сау болыңыздар.